Астана-Алматы пойызымен жол жүру Кәрім үшін үйреншікті іс болып кетті. Қайта осындай сапарларда демалып қалады. Пойыздағы өз орнына ол тынығуға келген жандай жайғасты. Жарты жылын жанын күтумен, жарты жылын ыңырсумен өткізетін әйелі екі қызын сылтау етіп Алматыдан шықпай қойды. Отбасы деген аты бар, әйтеуір. Кәрім Астанаға алғашқы көшпен келгендердің бірі еді, әйтсе де, осы қалаға сіңісіп кете алмады. Қолын байлап отырған қызметі де жалықтырды. Бәрінен де дворцовый интригалар жүйкесін жұқартты. Бастық ауысқан сайын коллективтік хал-ахуалда құбылады. Соған байланысты айналадағы адамдар да құбылады. Асфальтты қазақ мінезімен жүздік рулық, құдалық жекжаттық сияқты астыртын ойындардың айла амалының төркінін түсінуді білмейтін Кәрім білікті де білімді кадр болса да қызметінен не өспеді, не өшпеді. Астанаға келгенде 40-тағы қылшылдаған жас жігіт еді, енді 50-ді еңсерген шал жігіт болды. Басы толған идея, кеудесі толған көп арман еді. Бәрі әзім-ғайым жоғалды. Қолы жеткені бір пәтер. Енді Алматыға қайту мәселесін ойластыру қажет. Әйелі де, қыздары да жел гуілдеген суық қалаға келгесі жоқ. Кәрім үшін бүгінгі қызметі тек күнкөріс көзі. Ал басында ол өзін ел игілігі үшін тау қопырып, тас көтеруге келген жанкешті патриот сезінетін. Кәдімгі ұлы халық, қазақтың ер баласындай. Өкінішке орай, бұл тұрлаусыз тірлікке асыл мұрат қажетсіз екен. Пойыз қозғала бастағанда купеге бір жігіт жүгіріп кірді. Жас жігіт. Өзі сондай бойшаң екен. Қазіргі қазақтың ұлдары бәрі дерлік ұзын сирақты, бірақ та сүйектері ұсақ. Кең иықты, қапсағай денелі Қазекемнің ұрпақтары қайда кеткен? Деп ойлаған Кәрім өз ойынан өзі мырс етті. Жігіт те жайдары жүзбен, кешігіп қала жаздадым деп ақтала сөйледі. Жоқ, мен өзімше күлгенім ғой. Студент боларсың. Оқуды бітіргенмін. Командировка. Әлі бала сияқтысың. Сонда қандай командировка? Бір бизнесті бекіту керек еді. В общем, там свои интересы. Сонда бизнесмен екенсің ғой. Нет, я занимаюсь проектами. Сізге ол қызық емес. В общем, түсінбейсің дейсің ғой. Солай, ағай. Ренжіме, балам. Ағаң жай қызықтап сұрап отыр. Есімің кім? Марат. Ал мен Кәрім деген қазақпын. Астанада тұрамын. Алматыда қыздарым бар. Екеуі де университетте оқиды. Соларға бара жатырмын. Кәрім баланың жүзіне сынай қарады. Қызы бар әкенің арманы жақсы күйеу бала ғой. Мына жігіт сүйкімді екен. Айқабақты, ашаң жүзді, жылы райлы. Ал оң көзінің астында титтей меңі бар. Кәрім қолымен өзінің оң көзінің астын қалай сипағанын байқамай да қалды. Иә, оның да сол жерде меңі бар. Қандай ұқсастық. Сондай таныспашың қысқа қиылған шашы тікірейіп, өзіне жарасымды асаулықты байқатады. Сыпайы көрінгенмен келбетінен бекзат тәкаппарлық байқалады. Қазіргі жастар молодец. Өздерін сондай тәуелсіз, еркін ұстайды. Және олар өздеріне не керек екенін нақты біледі. Біз сияқты көңілшек, көнбіс, жалтақ емес. Жаңа ұрпақ. Құлдық санадан құтылған жаңа ұрпақ. Кәрім баланың жүзіне қызығушылықпен қарады. Марат онысын жақтырмады ма тұрып кетті. Бөтен балаға сонша шұқшиып үркетіп жібердім ау деп Кәрім қысылып қалды. Бірақ қандай таныс пашын. Жүрегіне жақын, ыстық бейне. Танымайтын біреуді өмір бойы білетіндей, тіпті жаныңның жартысындай көретін жағдаяттар болады дегенді естігенді. Сондай тылсым құбылыс әдеме басталған танысу бар, ыңғайсыз арнаға түскендей екеуі үнсіз қалды. Бала тым секемшіл екен. Кәрімге барлай қарады. Жақтырмай қарады. Көз қарасы, қабағы, жымқырған ерні. Сондай ұқсастық. Оң көзінің астындағы мен. Бұл балада бәр гәп бар. Иә, бәр гәп бар. Маған өте жақын жан сияқты. Тепті дауыс ырғағынан таныс дыбыстар естіледі. Әлде туыстығымыз бар шығар. Сұрай қалсаң қазақтың жүзден бәрі ағайын болып шығады. Әйтсе де, Кәрім жөн сұраудың ебін таппады. Ұялы телефонымен сөйлесіп жатқан баланың сөздеріне құлақ түрді. Түсінгені оны мамасы екінші вокзалдан қарсы алуға келеді екен. Содан кейін достарымен сөйлесті.
Ағылшынша сөйлеу мәнері мәдениетті, тілі жетік. Сөйтіп сөз тыңдап жатып, Кәрім пойыздың тербетуімен қалай ұйықтағанын да білмей қалды. Сол түні Кәрім керемет күй кешті. Түс сияқты емес. Кәдімгі өзінің өмірі сияқты. Мистика. Адам өмірге бірнеше рет келеді және сол тылсым сырдың суреттері ми қатпарларында, есте сақтау нервтерінде сақталады екенміз. Оны сезу, кереметте қауіпті құбылыс деген теорияны бар ғылыми еңбектен оқып еді. Мүмкін мен де сондай құбылысты сезінген болармын. Кәрім математик болғандықтан, барлық жайттарға шарттылықпен қарайтын адам. Бірақ кешелі бері түсініксіз күй кешіп кетті. Танымайтын мына бала түндегі түсі. Бәрі өз өмірінен алынған суреттер, жанына жылы естеліктер, ұмытылған тәтті әсерлер, сарғайып кеткен сағыныштар. Таң әлі қылаң бере қоймаған мезгілде оянып кеткен Кәрім өзім бақытты да бақытсыз да сезініп көп жатты. Түсі оған өте бір маңызды информацияны жеткізгісі келген сияқты. Санада сақталған құпия сыр ма, әлде қиял арман ба? Алайда осы жұмбақ түсі оған бір ақиқатты сездіріп отыр. Кәрімнің бақытты болған өмірі бар екен, бірақ ол өмір бүгінгі тірлігіне еш қатысы жоқ басқа өмір. Жоғалып кеткен, естен шыққан елес өмір. Таңғы пойыз Алматыға жақындаған сайын көңілі өрекпей берді. Қасындағы бала Кәрімнен көңіл күйін сұрады. Кешегідей емес, бүгін ересек жігіт, сөздері ілтипатты, өзі салмақты. Бірақ та, әлі бала. Сондай сүйкімді бала әр қимылында, сөзінде, күлкісінде еркелік пен еркіндіктің лебай есіп тұр. Әке шешең алақанында аялап, бабымен, адалымен тәрбиелеген бақытты бала боларсың деп ойлаған Кәрім оның жүзіне сүйсіне көз салды. Оң көзінің астындағы титтей мен өзіне қалай жарасымды. Текірейген шашы, қысықтау өткір көзі, жымқырған ерні. Таныс пәшін. Түнде түсімде. Япыр-ау, осы бала түнде түсімде жүрді ғой. Менің қасымда маған еркелеп, мойныма асылып, қолымнан ұстап жүрген кешкене ер бала, сүйкімді сәби. Сол сәби мына балаға ұқсай ма, қалай? Түнгі түсі әйтеуір, жүрегінде сақталған аса ыстық, қимас, қымбат сурет сынды өмірінің бір тәтті кезеңін еске салғандай болды. Бірақ та, Кәрім реалист, прагматик, тіпті циник жан ретінде өзінің бүгінгі дүдамал сезімдерін әлсіз жанның әуресіндей ұнатпады. Өзін өзі жазғырды. Жол үстінде кезіккен мына бөтен бала жігіттің маған қандай қатысы бар? Түстеген қияли ойлардан, орындалмаған арман мен қол жетпеген мақсаттан туындайтын адамның өтірік өмірі. Сол өтірікті өзімше шындыққа айналдырып, түйсігіме сіңіргім келеді. Яғни мен өз өміріме көңілім толмаған бақытсыз адам екенімді мойындап отырмын. Мүмкін бұл жанымды қанжылатқан баяғы сол сорақы істің жаңғырығы болар. Әйелім қаламаған, туғысы келмеген, жатырда жатып жоқ болған ұлымды жоқтауым болар. Ол жарық дүниеге келген болса қазір 16 жастағы бекзада бала болар еді. Түнгі түсім сол ащы өкініштің, айықпас күйініштің салдары деген оймен өзінің жанжарасын тағы мазалады. Сол күйініш үшін Кәрім әлі күнге өзін өзі кінәлайды. Ол биліксіз, беделсіз, ынжық еркек. Сол себептен де әйелі осындай сұмдық іске барды. Узи ұл деп көрсеткенде аяғына жығылған жан-жарының жүрегіне қанжар сұққан әйелі оның ер азаматтығын таптады. Екі қыз тудым, саған солда жетет деді. Кәрім қыздарын ешқашан кем көрген жоқ, қайта төбесіне көтеріп жүрді. Еркеде әсем екі қызына деген мейірімі де көлгөсір. Әйтсе де, бар еркек ізін басатын ұл баланы армандайды, ұлдан тараған ұрпақты ғана өмірінің жалғасы деп қабылдайды. Әттең. Кәрім іссапарда жүргенде әйелі түкке тұрмас өсек пен егес үшін Кәрімнен солай өш алды. Бар пәлені оған аударып, стрестен болған түсік деп хабарлады, артынан бар шындықты білгенде ол асылып өлгісі келді. Аялап аймалап жүрген әйеліне деген жақсы көру сезімі сол күнде өлді. Кәрім өшікпеді, өште алмады, кетпеді де. Тек сол күннен төсек қызығын әйелімен бөлісуден бас тартты. Содан бері жаны жаралы, жаны жалғыз. Енді, мане, айдаладағы бөтен балаға көзін сатып отырғаны. Бірақ та, неліктен, неге дәл осы бала жанына жақын, сондай жақын? Сондай таныс пәшін. Пойыз тоқтағанда Кәрім жігіттің соңынан қалмай елесе шықты. Бір тосын ғажайыпты күткендей, жүрегінің жартысы кетіп бара жатқандай есеңгіреп шықты. Маратик, деп баланы құшақтап жатқан әйелді ол бірден таныды. Иә, таныды. Ақлима.
Өзгермеген, өзгерсе де өңін бермеген, толысқан айдай аппақ ару Ағлима. Бәрі есіне түсті. Ол кезде Кәрім жас аспирант еді. Ал Ағлима оқуға жаңа түскен студент қыз. Екеуі бір-бірін кездейсоқ кездестірді. Қара суық күз айында. Аялдамада автобус күтіп тұрған жап-жас қыздың киімі тым жеңіл екен. Жел өтінде қалтырап тұрған түрін көріп Кәрімнің шындап жаны ашып кетті. Таксиді тоқтатып, қарындас отырыңыз дегенінде ол басын шайқады. Ақшам жоқ деді. Жасқана үн қатты. Қорықпаңыз, менің де сіздей қарындасым бар. Әбден тоңып кетіпсіз деген Кәрім қызды қолынан ұстап таксиге отырғызып, жатақханасына дейін шығарып салды. Солай танысқан еді. Содан кейін іздеп барып тұрды. Аққу мойын, қолаң шаш, әппақ жүзді жап-жас қыз. Ай көркем еді. Кәрім махаббатқа мас болып көрмеген жігіт еді. Ол кезде де ғашық болдым деп айта алмайды. Алайда Ағлиманы көрген сайын құмарлық деген ыстық қан тасып қайнап кетуші еді. Бір жылдай кездесіп тұрды. Екі рет үйіне де ертіп барды. Сонда әкесі өте жас, әдемі екен, обалына қалып жүрме, балам десе, шешесі ауылдың қызы, тебе не пара дегендей болды. Ал Ағлима болса, Кәрімді құлай сүйді. Албырт, адал жүрегін сүйді. Бар сөзіне сенді, Кәрімдей жігіт қасында жүргенін, құшып сүйгенін бақыт деп қабылдады. Қызды алдау Кәрімнің ойында болған жоқ, мен саған үйленем деп уәде бергенінде өзіне сенімді еді. Алайда келесі жылдың күзінде Кәрімнің жолы болып Мәскеу университетінің аспирантурасына ауысты. Жедел жетуі керек болды. Ағлимамен қоштасуға, жөнін айтуға уақыт таппады. Одан кейін оны Мәскеудің зымыран тірлігі жұтып қойды. 9 жыл уақыты сол қалада өтті. Диссертациясын қорғады. Сол жақта өскен қазақ қызына үйленді, сәбилері дүниеге келді. Сыр деген алып мемлекет құлаған кезде Алматыға оралды. Сол кезде ол Ағлиманы есіне алды. Оған да себеп болған шешесі айтқан бір әңгіме еді. Ұлым, есіңде ме, сен бір жас қызды үйге ертіп келіп едің ғой. Сол қыз сені іздеп келді. Өзі сондай жүдеу көрінді. Мәскеуге кеткеніңді естігенде жылап жіберді. Асты үстіне түсіп, не болғанын сұрап едім, ештеңе айтпады. Жылаған күйі кетіп қалды. Мама, сен сол кезде неге айтпадың? Деген Кәрімнің сұрағына шешесі, сен ол қызға жөніңді айтпай кетсең, мен неге айтуым керек еді деп қатқыл жауап берді. Әне, ана мен бала қол ұстасып кетіп барады. Аққу мойын, қолаң шаш, аппақ ару ана мен бекзада бала жігіт. Қандай әдемі сурет. Кәрімнің бақытты болатын өмірі, жоғалған өмірі кетіп барады. Кәрім оң көзінің астындағы меңді қолымен жұлып алып, жүрегіне басқысы келді. Менің ұлым, деп айқайлағысы келді. Кеудесі күйіп бара жатқан сияқты. Көз ұшында ұзын сирақты бала жігіт ұзап барады. Ығы-жығы жолаушылардың арасынан жанталаса шыққан Кәрім, менің ұлым, деп жүгіре жөнелді. Елес қуған ессіздей жүгірді.